Сәлем достар, бүгін балалардағы гайморит туралы мәлімет айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Гайморит бұл мұрын қуысының жанындағы қуыстардың қабынуы. Балаларда бұл ауру жиі кездесіп жатады, және ересектерге қарағанда басқаша көрініс береді. Оған себеп вирусты инфекциялар, бактериялық инфекциялар, аллергия, аденоидтардың үлкеюі, мұрынның анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты өзгерістер болып жатады. Вирусты инфекцияларға өздеріңіз білесіздер, ЖРВ, грипп жатады, бактериялық инфекцияларға стафилококк, стрептококк, тағы басқалары жатады. Аллергия, шаң, тозаң, үй жануарларының түгі туғызып жатса, аденоидтардың үлкеюі болуы мүмкін. Бұл мұрынның артындағы лимфа түйіндердің үлкеюі, және мұрынның анатомиялық ерекшеліктері, мұрын қуыстарының тар болуы, мұрын қалқанының қисаюы. Яғни осы жоғарыда айтылған себептердің бірі немесе бірнешеуі бірге кездесуі мүмкін. Гаймориттің белгілері: мұрын бітелу, бас ауру, әсіресе маңдай мен көз айналасында, беттің ісінуі, қызба, тәбеттің төмендеуі, ұйқының бұзылуы, мұрыннан шырышты немесе іріңді бөліністің шығуы, құлақтың ауруы, иіс сезудің бұзылуы. Оғының асқынулары: ортаңғы құлақтың қабынуы отитке әкелуі мүмкін. Есту түтігі арқылы инфекция ортаңғы құлаққа таралып, есту қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Көз қуысының қабынуы: көз бен қосалқы қуыстар арасында жақын орналасқан инфекция көзге таралып, абсцесс немесе менингит сияқты ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Келесі бронхит, пневмония, инфекция төменгі тыныс жолдарына таралуы кезінде болып жатады. Әрине асқынулар болмасын, сондықтан ауруды алдын алып, ертерек диагностикалаған дұрыс. Диагностикада дәрігердің қарауынан өтіп, яғни мұрын қуысын қаратып, пальпация жасайды. Керек қажет болса рентгенге береді. Қосалқы қуыстардың жағдайын бағалау үшін, қосалқы қуыстардың толық көрінісін алу үшін компьютерлік томографияға жіберіп жатады. Гайморитті емдеу жолы дәрі-дәрмектік жолдары, физиотерапия, хирургиялық араласулар болып жатады. Әрине оны жағдайға қарай дәрігер тағайындайды. Дәрі-дәрмектік тағайындаулар қан тамырларын тарылтатын тамшылар, антибиотиктер, бактериялық инфекция жағдайында ауырсынуды басатын дәрілер, қабынуға қарсы дәрілер беріліп жатады. Физиотерапияда ультрадыбысты ем, лазерлік терапия қолданылады. Ал хирургиялық араласу бұл сирек жағдайларда, мысалы аденоидтарды алу секілді. Гаймориттің алдын алу үшін не істейміз? Суық тиюден сақтану керек, витаминдерге бай тамақтану керек, иммунитетті нығайту, жүйелі түрде мұрынды тазалау. Яғни маңызды ескерту: өз бетіңізше емделмеңіз, дәрігерге қаралыңыз. Балалардағы гаймориттің ерекшеліктері: балаларда аурудың белгілері ересектерге қарағанда әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, кішкентай балалар бас ауруы туралы айта алмайды. Оның орнына мазасыздық, ұйқының бұзылуы секілді мінез-құлықтармен байқалып жатады. Балаларда иммунитет әлі толық қалыптаспағандықтан ауру асқынуға бейім. Егер сіздің балаңызда гаймориттің белгілері байқалса, дереу дәрігерге қаратуыңызды ұсынамын.